Ұлттық құндылықтарымызды жастардың санасына сіңіру өте маңызды. Назарларыңызға қазақтың ұлттық аспабы домбыраны тартып үйренуге арналған шеберлік сағатын ұсынамыз. Домбыраны оң қолға қапсыра шанағынан ұстағаннан кейін саусақтың басын тізбектеп жинаймыз да төмен және жоғары қағамыз. Білезік буымен жұмыс жасап үйренеміз. Домбыраның басы иықпен бірдей орналасуы керек. Сол қолдың саусақтары бас бармақпен қоса бірінші, екінші, үшінші, төртінші саусақтарға бөлінеді. Келесі кезекте саусақтарды тізбектеп жинап ойнауды үйретемін. Мысалы, бірінші саусақпен пернені басқанда басқа саусақтарды шашпай тартуымыз керек. Немесе екінші саусақпен кез келген пернені басқан кезде де басқа саусақтардың жинақы тұруын ескеруіміз керек. Ал балалар бүгін қарапайым ғана қағыстармен орындалатын халық әні «Беу айдайды» домбырада үйрететін боламын. Ендеше домбыраның қағыстарын мен сендерге таныстырып өтейін. Міне, төмен қағыс және жоғары қағыс. Осы екеуін қазір домбырада сендерге көрсететін боламын. Төмен қағыс, жоғары қағыс. Домбырада домбыраның басын көтереміз. Төмен қағыс және жоғары қағыс. Тағы да қайталаймыз. Төмен қағыс, жоғары қағыс. Төмен қағыс, жоғары қағыс. Домбыраны орындағанда, ойнағанда екі шеттің даусын бірдей шығуын қадағалаймыз. Жарай ма? Төмен қағыс, жоғары қағыс. Ендеше пернені басатын боламыз. Төмен, жоғары қағыс. Төмен қағыс, жоғары қағыс. Төмен қағыс, жоғары қағыс. Енді осы жерде қағыстың түрін өзгертеміз. Төмен, төмен, жоғары қағыс. Төмен, төмен, жоғары қағыс. Төмен, төмен, жоғары қағыс. Жақсы. Енді пернені саусақты ауыстыратын боламыз. Бас бармақты келесі перненің басында. Саусақтарды жинап көтереміз.